Атырау облысынан Арғымақ командасын осы жарысқа әкеліп тұрмыз. Біздің команда толық Атырау облысының палуандарынан құралған. Өзіміздің жеке клубтың, жеке аттарымызбен, жеке балдарымызбен биылғы чемпионатқа толықтай дайындалып келдік. Бүгінгі жарысты айта кетсек, жақсы жарыс болды. Өзімізге деген алға қойған мақсаттарымыз бар. Сол бағытта әлі жұмыс жасау керек екенін түсіндік. Осындай үлкен жарыстарда бірінші рет шығып тұрып, Атырау облысынан осындай немен составпен. Енді аттарымызда, балдарда жақсы ойын көрсетті, бәріне Алла разы болсын. Жыл сайын негізінде Батыс лига, Сулы кап деген, және де Агор Фест деген Батыс лигаға да қатысып жүрік. Былтыр қатысқанбыз, 3-ші орын алғанбыз сол жарыста. Және де биылда сол жарысқа қатысып, жақсы жүлделі орында боламыз деп ойлап тұрмыз. Батыс лига деген Ақтау, Орал, Атырау, Ақтөбе облыстарынан құралған Батыс лигасы. Сол жақта қомақты жүлде қоры бар. Және де ол жерден бір жақсысы жергілікті спортшылар қатысады. Биылда оны Атырау қаласында әкімнің кубогы бар. Және де ол Батыс лига қылдырып, басқа да командаларды толықтырып, ол бір облыстан бір команда емес, 3-4 командаға дейін қатыстырып, және де спортшыларды осы жарысқа шақырып, және соның ішінен іріктеу жасап, және де өзімізге команданы толық сатынан көрсететін палуандарды жинақтаймыз ойымыз бар.